Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кеңес барысында 2016 жылдың әлеуметтік экономикалық дамуының алдын ала қорытындылар шығарылды. Өткен жыл Ақтөбе облысы елбасының әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді төмендетпеу туралы тапсырмаларын орындады. Соңғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өнеркәсіптік өндіріс көлемін арттыру, негізгі капиталға инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті дамыту, ауыл шаруашылығының ішкі жалпы өнімін ұлғайту, облыстық бюджетті толықтыру бойынша жоспар 100%-ға орындалды. Ал биыл құрылыс жұмыстары және тауар айналымы бойынша жоспарды жүзеге асыру күтіледі. Сондай-ақ кеңес барысында бюджеттің шығыс бөлігі 99,5%-ға орындалғаны белгілі болды. Бердібек Сапарбаев бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне игерілмеген қаржы үшін бірінші басшылар жауапты екенін ескертті. Әсіресе 320 миллион теңгені игермеген облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы сынға ілікті. Болжамды көрсеткіштердің орындалмау себептері қаңтардың екінші жартысында өтетін кеңейтілген мәжіліс барысында талқыланады.